Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Гидравлика және өртке қарсы сумен жабдықтау пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрт қауіпсіздігі негіздері. Сабағымызды бастамас бұрын үйге берілген тапсырманы қайталайық. Яғни мен сіздерге экранда көріп тұрғандарыңыздай сөйлемдер тұр. Сол сөйлемдер біздерде шатастырылып тұр. Яғни сіздердің міндеттеріңіз осы сөйлемді ағылшын тіліндегі, яғни дұрыс бағытта құрастыру. Яғни осы сөздерден жалпы ережесін тауып, маған e-досқа немесе WhatsApp арқылы үй тапсырмасын орындап жіберіңіздер. Әзірше ары қарай кеттік. Өрт қауіпсіздігі негіздері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, жану түрлері, өндірісте болу себептері. Екінші сұрағымыз өндірістің, технологияның өрт қаупі дәрежелері. Үшінші сұрағымыз өрт сөндіруші аппараттар, өрт сөндіру техникасы мен жабдықтары. Бірінші сұраққа тоқталып кетейік. Өрт қауіпсіздігі бұл еңбекті қорғаудың бір бөлімі. Мұнда өрттің пайда болуының алдын ала жою шарттарын үйретеді. Бір сөзбен айтқанда, адамдардың жалпы мемлекеттік мүліктердің және жеке заттарының өрттен қорғайтын мүмкіндігі. Өрт бұл адам өміріне және денсаулығына материалдық шығын әкелетін және жалпы мемлекеттік назардағы ешқандай бақыланбайтын жану болып табылады. Өрттер қандай болады? Өрттер эндогенді болады, яғни эндон грекше, грек тілінен аударған кезде ішкі, және экзогенді, эксо, яғни грек тілінен аударғанда сыртқы деген мағынаны білдіреді. Яғни жалпы екі түрі бар. Барлық жердің үстіндегі, сонымен бірге ғимараттың және үйлердің ішіндегі өрттер, олар экзогенді өрттерге жатқызамыз. Ал эндогенді өрттерге көбінесе жер астындағылар жатады. Бұл көмірдің, сланецтардың, сульфидті кендердің жер астында жануы. Эндогенді өрттердің ең үлкен уақытқа созылғаны өте алыстағы Памир Алтайындағы Ростовск кен орнындағы өрт болып саналады. Бұл сұрақтар бойынша түсінікті ғой, яғни эндогенді, экзогенді. Сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp желісіне немесе e-дос программасына сұрақтарыңызды жолдап жіберіңіздер. Енді өрт қауіпсіздік аймағындағы нормативті реттеу, өрт қауіпсіздік талаптарын орындау үшін міндетті нормативті құжаттарда, яғни Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігіндегі өртті бақылау бойынша департаменті, мемлекеттік өкілеттік органдармен бекіту, өрт қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттарға жататындар стандарттар, нормалар және өрт қауіпсіздігі ережелер, инструкция және өрт қауіпсіздік құрылымдары, басқа құжаттар. Енді өрт қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттар белгіленген тәртіп бойынша және белгіленген тәртіп жеке әрбір шығарумен тіркеуге жатады. Өрттің қауіпті факторлары. Бұл адамдардың қаза болуына, немесе шығынға, немесе жарақатқа, материалдық құндылыққа әсер ететін фактор. Қауіпті факторларға мыналарды жатқызамыз, яғни ортаның температурасы, яғни 70 градус болған жағдайда, жылулық сәулелену 500 вольт бөлінген метр болған жағдайда, көмір тотығының құрамы 0,1% болғанда, екі тотықты көміртегінің құрамы 6%, оттегінің құрамы 17%. Бұдан жоғары жалпы. Жанғыш қоспаның қасиетіне байланысты жану үш жағдайда болуы мүмкін. Яғни бірінші жанғыш зат қатты, сұйық және газдар түрінде кездеседі. Тотықтырғыштың жеткілікті көлемі оттегі, хлор, фтор, бром, йод болған кезде белгілі температурасымен тұтану кезінің белгі қуаты, жаңағы жалын, ұшқын. Сонымен қатар өрттің негізгі себептері болып келесі жатқызамыз. Оларға оттың және дәнекерлеу жұмыстарын дұрыс жүргізбеу, отқа назар аудармау, жылыту пештері мен қондырғыларын пайдалану ережесін бұзу, тұрақты электр найзағай разряды, шаңды газды ауалық қоспалар мен булар жарылысы, үйкеліс кезінде қызу мен ұшқындану,
электр жабдықтары, кабельдік тораптар және электр қондырғыларының ақауы, жанғыш заттардың өздігінен жануы, технологиялық режимді бұзу, яғни арттыру жұмыстары жатады. Енді жоғарыда аталған себептердің барлығы да бізде экзогенді өрттерге жатқызатын боламыз. Ал эндогенді өрттердің себептері оларға тотықтыруға қабілетті материалдардың болуы, яғни ұсақталған көмірдің, сланцтың, руданың жиналып қалуы, жанған бөліктердің бетіне тотықтырғыш оттегінің жиналуы, және де өздігінен жану ошағындағы жылудың қайту қиындығы. Жану фазасына өту үрдісі мен материалдардың орташа және төмен температурада тотығуы келесідей бөлінеді. Яғни гомогенді, грекше гомогенис, яғни грек тілінен аударған кезде құрамы бойынша бірдей деп аталады, және гетерогенді, яғни грек тілінен гетер күрделі деген мағынаны білдіреді. Жанудың келесі түрлері бар. Олар қандай? Яғни тұтану, жалындау, өздігінен тұтану, жану және жарылыс тудыру. Тұтану жанғыш қоспалардың сығылған газы тұтану көзімен жағу кезіндегі жылдам жануы деп аталады. Ал жану дегеніміз күрделі физикалық, химиялық процесс. Жану кезінде жанатын затпен тотықтырушылар қосылады да жылу және жарық бөлінеді. Тотықтырғыштарға оттегі, хлор, бром, азот қышқылы, бертолет тұзын тағы басқа жанатын заттар қатты және сұйық газ күйінде кездеседі. Жану сипатына байланысты құрылыс материалдарын үш түрге бөлеміз, яғни жанбайтын, қиын жанатын, жанатын. Жанбайтын заттар оттың немесе температурының әсерінен тұтанбайды, бықсымайды, көмірге айналмайды. Қиын жанатын заттар оттың немесе жоғарғы температурының әсерінен тұтанады, ал жанатын заттар оттың немесе жоғарғы температурының әсерінен тұтанып, жанып бықсиды, әрі қарай жана береді. Екінші сұрақ, өндірістің технологияның өрт қауіпті дәрежелері. Өрт кезінде өзінің тіреуіш және қорғағыш күйін сақтау қасиетін заттардың отқа шыдамдылығы дейді. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың отқа шыдамдылығы сағатпен беріліп, яғни 1, 2, 3, 4, 5 әріптермен белгіленген дәрежелерге бөлінеді. Өрт қауіптілігіне байланысты өндіріс орнындағы технологиялық процесстердің қауіптілігі 6 категорияға бөлінеді. Яғни А, Б, В, Г, Д, Е. Келесі үшінші сұрағымыз, өрт сөндіруші аппараттар, өрт сөндіру техникасы мен жабдықтар. Халық шаруашылығында өрт сөндіруге негізінен мына заттарды пайдаланылады. Су, құм, топырақ, химиялық көбік, егер бар болса, инертті газдар мен арнайы ұнтақтар пайдаланылады. Суды өрт сөндіруге жиі пайдалану себебі ол шаруашылықтың әр жерінде кездеседі. Оның өртті сөндіруге суығы әсер етеді және буымен де әсер етеді. Мысалы, 1 килограмм суға 1700 литр суға айналады. Су тоқ өткізеді, кейде жануды да қолдайды. Сондықтан оны пайдаланған кезде байқау керек. Химиялық көбіктер, от сөндіргіштерде пайдаланылады. Бұл көбіктер тек тік қабырғада да жабысып тұрып, жанып жатқан заттың сөнуінде тездетеді. Ал су болса ағып кетуі мүмкін. Енді өрттің алдын алу шараларына тоқталып өтсек, құрылыс кезінде, жалпы құрылыс ғимаратты жабдықтаған кезде, міндетті түрде жаңағы генплан жасалған кезде құрылыс объектілерін дұрыс орналастыру ережелерін сақтау керек, қарастыру керек. Құрылысты жоспарлаған кезде ережелерді сақтау, құрылысты жүргізген кезде міндетті түрде ережелер сақталу керек. Тәртіпті сақтау, құрылыс пен құрылғыларды пайдалану тәртібін, машиналар мен құралдарды пайдалану тәртібін күнделікті өмірде, далада, орманда жүргенде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Сонымен қатар түсіндіру жұмыстары арқылы өрт қауіпсіздігінің шығару, халықты жаңағы оқыту, үйрету және радио арқылы, теледидар арқылы да түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отыруымыз керек. Әртүрлі шаруашылықтарда мынадай себептерден өрт шығады. Мысалы, құрылыс салған кезде өрт қауіпсіздігі тәртібінің бұзылуы, желдің негізгі бағытын есептемеу және өндіріс технологиясының қауіпін есептеу. Жылу орталықтарын пайдаланған кездегі тәртіп бұзылады.
немесе электр жүйесін жүргізген кездегі электр құрылғыларын пайдалану кезіндегі тәртіпті